Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жолдыз. Бүгін каналымызда осындай балалық шақты еске түсіретін өте дәмді, жұмсақ лакымкілер жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Өте дәмді әрі оңай болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Алдымен біз ерітілген майды үстіне қант қосамыз және шым-шым тұз, бір жұмыртқа. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз кішкене еруі керек. Осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек. Жақсылап араластырғаннан кейін осының үстіне ашытқы саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Онды 3 бөлікке бөліп отырып салып қамырымызды илейміз. Басында осылай қасықпен илейміз. Кейін қоюланғаннан кейін қолмен илеп бастаймыз. Онды міндетті түрде 3 бөлікке бөліп отырып салыңыздар. Әркімде ұндың тығыздығы әртүрлі, сондықтан бірден салмаңыздар. Мінекей 3-ші бөлігін салып, енді қолыммен жақсылап илеп, иін қандырғанша жақсылап илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Иленген қамырымызды 1 сағаттай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашуы керек. Мінекей осындай қолға жабыспақ жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыз ашығанша біз ортасына жағатын крем жасаймыз. 2 үлкен ас қасықпен кукурузный крахмал, оған 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Крахмал міндетті түрде кукурузный болу керек, сонда дәмді болып шығады кремі. Мінекей жақсылап араластырып алғаннан кейін өлшеп алған сүтіміздің азғантай бөлігін осы жұмыртқаның үстіне құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араластырғаннан кейін қалған сүттің үстіне құямыз. Оның үстіне қант саламыз және орташа отта араластырып тұрып, креміміз қоюланғанша қайнатамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалмасын. Мінекей креміміз осындай қоюлық болған кезде газдың астын өшіріп, бетін салафанмен контакт етіп жабатын боламыз. Креміміз салқындауы керек. Креміміз салқындағанша ашыған қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, күлшелеп қоятын боламыз. Менде қамыр 1 сағаттай тұрды. Әр қамырды мен 90 граммдан етіп, теңдей етіп бөліп алдым. Бөлінген қамырларымызды осылай домалақ етіп күлшелеп 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Беті кеуіп кетпес үшін осылай салафанмен жауып қойыңыздар. Мінекей 5-10 минут тынған қамырымызды оқтаумен осылай сопақ етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыз өте қатты жұқа болмасын, орташа қалыңдықта етіп жаямыз. Осылай жайылған қамырдың ортасына біз сұйық май жағамыз. Осылай жақсы етіп жағып алыңыздар, жабысып қалмас үшін. Және осыны қамырды 2-ге бүктеп, осылай лакымкының формасын келтіреміз. Мен барлық қамырларды осылай бірден жайып алып, одан кейін ортасына сұйық май жақтым. Және барлығын 2-ге бүктеп, формасын келтіріп, духовканың ыдысына салатын боламыз. Және салған кезде бір-біріне қатты жабыспай, кішкене алшақтау салыңыздар. Осы қамырларымызды біз жар сағаттай расстойкаға қоюымыз керек. Кішкене қамырларымыз көтерілу керек. Міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Қамырымыз көтерілгенше
кремін дайындайтын боламыз. Мінекей қайнатылған креміміз салқындады. Енді осының үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Екеуі толықтай араласуы керек. Кремімізді дайындап қойдық. Енді көтеріліп тұрған қамырларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығатын боламыз барлық жеріне. Жұмыртқаның сарысын барлық қамырға жағып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкада 30-35 минуттай сарғайтып пісіріп алатын боламыз. Сіздер өз духовкалардың қызуына қарай пісіріңіздер. Мінекей пісіп шықты қамырымыз. Енді осыны салқындатып аламыз. Салқындағаннан кейін барып ортасына дайын болған кремімізді және осылай шет-шетіне жағып шығатын боламыз. Сіздер кремін көптеу болғанын қаласаңыздар, қамырдың піскен нанымыздың екі бетіне жағыңыздар. Және осылай крем жағып болғаннан кейін шет-шетіне ұсақтап үгітілген жаңғақты малып алатын боламыз. Мінекей балалық шақты еске түсіретін лакомкаларымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасасаңыздар, осындай дәмді лакомкаларымыз шығатын болады. Міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.